Қайырлы күн менің арнамның көрермендері. Аз бюджетті фильмді қалай түсіруге болатыны туралы айтатын боламын. Алдымен фильм түсірер кезде адам өзіне нақты түрде бір шешім қабылдау керек. Мен істегім келе ме, істегім келмей ме? Егер бастасам аяғына жеткіземін бе, жеткізбеймін бе? Өйткені бұл фильм түсіру процесі сырты әдемі романтикалық көрінгенмен, оның ішінде көптеген кедергілер бар, қиындықтар болады. Егер фильм түсіргіңіз келетін болса, міндетті түрде аз бюджетті фильм түсірген адамдарды есіңе алыңыз. Мысалы, Роберт Родригес болған кезінде ол $7000-ға Эль Мариачи деген фильм түсірген, сөйтіп бүкіл әлем оны таныды. Кристофер Нолан, ол да әр жексенбі сайын достарын жинап алып, ақшасыз арзан бюджетті қысқа метражды фильмдер түсіретін. Егер сізде сондай болғыңыз келетін болса, онда мен қазір айтатын кеңестерді мықтап тұрып жазып алыңыз, өзіңізге сақтап сол қолданыңыз. Идея, алдымен идея керек. Енді фильмді сценарийсіз түсіруге болады. Әлемде ондай тәжірибелер болған, бірақ идеясыз ештеңе істеуге болмайды. Идея дегенде енді сізге ол оригиналды болуы мүмкін, болмаса қандай да бір фильмнің ремейкін жасауыңыз мүмкін, қандай да бір атақты фильмге пародия жасауыңыз мүмкін. Енді қысқа метражды фильм болғандықтан және бұл бюджеті аз болғандықтан бұл енді эксперименталды фильм болып саналады. Сондықтан сіздің фантазияңыз шексіз болу керек. Не қалайсыз? Қандай идеяңыз бар? Соны алдымен қалам аласыз, ақпарақ аласыз, жазасыз. Жазған кезде ол қатемен жазасыз ба, қандай да бір ережені, форманы сақтамайсыз ба, өз еркіңіз. Бастысы сіз ойыңызда қандай фантазия бар, қандай ой бар, және экраннан не көргіңіз келеді, соны тура сол көрген бойынша, ойлаған бойынша жазыңыз. Қағазға жазыңыз, не білмесе компьютерда мынандай клавиатурамен теріп жазсаңыз да болады. Бастысы сіздің ойыңыз, мына миыңыздағы ойлар, бұлар визуалды қағаз түрінде әріппен сөйлемдер болып жерге түсу керек. Яғни біз оны қолмен алып оқи алуымыз керек. Екінші, енді сізде белгілі бір деңгейде идея пайда болды ғой, бірақ бұл идеяға қатып қалу деген сөз емес. Жұмыс барысында, процесс барысында сізде басқа да бір фонтандар атқылауы мүмкін, ойлар келуі мүмкін. Оның бәрін қолдана беріңіз. Бастысы сізде шоссе бар, ұзын жол бар. Ол жаңа сіздің идеяңыз, қағазға жазып алған. Сол бойынша енді сіз қосымша оны толықтырасыз, кейбір жерлерін алып тастайсыз. Яғни сол идея бойынша кемінде бір 4 сағат, 5 сағат отырып жұмыс істейсіз. Егерде сіз диалог жаза алмайтын болсаңыз, онда өзіңіз көргіңіз келетін сахналарды жазып алыңыз да, диалогтарды актерларға қалдырыңыз. Кейін мына репетиция кезінде, оған қазір кейінірек келеміз, сіз актерларға қандай да бір идеяны айтасыз, мен мына сахнада мынаны көргім келіп тұр. Осыған байланысты өздеріңіз сөздер құраңдаршы, өмірде қалай сөйлесер едіңдер дейсіз де. Сөйтіп соның нәтижесінде кейін олар өздері, енді тірі адам ғой, сөйлеп диалог тудырады. Егер сіздің қолыңыздан сурет салу келетін болса, алдағы көретін фильмдердің визуалдық қатарын сурет қылып салып алсаңыз дұрыс болады. Бұны раскадровка дейді, немесе storyboard дейді ағылшынша. Осы қағазға аласыз, мен қазір көрсетіп отырмын, міне экранда көрінгендей. Өзіңіз қалаған түрде мына болашақ фильмнің кадрларын салып алыңыз. Суретте идеалды салудың ешқандай қажеті жоқ. Тіпті бір таяқша дөңгелектер қылып салсаңыз да өзіңіз білесіз. Бастысы сізге түсінікті болу керек. Басқа біреуге түсінікті болуы шарт емес. Сіз сол қағаздарға қарап отырып, қазір мына планнан кейін мына планды түсіремін, мынаны мына ракурста түсіремін, мынаны былай түсіремін деп өзіңіз біліп отыруыңыз керек. Енді план мен ракурс дегенде мен айта кетейін. План дегеніміз ол белгілі бір, мысалы мен тұрған камера орта план, средний планда тұрмын, иә? Ал егер осы тұрған камера менің бір ракурс болып саналады. Егер мен камераны алып мына жақтан қойып түсірсем, онда бұл екінші ракурс болар еді. Және ол общий план болар еді, үлкен план болар еді. Сондықтан осының бәрін қағазға сызып жазып алатын болсаңыз, сізге болашақта ол ұғынықты, түсінікті және жұмысыңызды жеңілдетеді. Сізде идея бар, сізде бос уақыт бар, сізде талант бар, ынта бар. Енді осылардың бәрін басын жинап, бір жоспар құру керек. Жоспардың ішінде міндетті түрде кез келген фильмде аз бюджетті болғандықтан қаржы болады ғой. Сол қаржыны қайда жұмсайсыз, түскі асқа қанша ақша жұмсайсыз, адамдардың келіп кетуін кейбір таксиінде төлеуіңіз мүмкін. Осылардың бәрін шығын жазу үшін, бұл шығынның бәрін жаңа жоспарға кіргізесіз. Жоспардың ішінде бұны КПП дейді, календарно-постановочный план. Осының ішінде реквизиттерді жазасыз, түсірілетін локацияларды жазасыз. Ол сахнаға қандай актерлар араласады, қандай актерлар түседі, және бір күнде қанша сахна түсіресіз, осының бәрін жазып алыңыз. Бұны енді әртүрлі бағдарламада жазуға болады, бірақ сіздің қолыңызда қазір тұрған компьютердағы Word бағдарламасына жазасыз, немесе ақпаратқа кәдімгі қаламмен жазасыз. Бастысы қолыңызда бір жоспар болу керек. Енді актерлар жинаймыз, енді сіздің үлкен кастинг жасауға мүмкіндігіңіз болмауы мүмкін. Достар бар, таныстар бар, кейбір туыстар бар, енді фильмге түскісі келіп жүретін адамдар болады ғой, соларды жинап аласыз. Бірақ алдын ала келісіңіз, фильм бітпейінше шаш алмаймыз, немесе түрімізге пластикалық операция жасамаймыз, сақал өсіп тұрған болса оны қырықпаймыз, немесе сақал жоқ болса оны өсірмейміз, мұрты да солай. Яғни бастапқы сахнада қалай түстіңдер, соңына шейін солай түсіп бересіңдер деп келісіп алыңыз. Өйткені кейбіреулер бірінші күн түсірілімге келеді да, келесі күн шашын тықырлап алып келеді.
бүкіл жоспардың бәрін бұзады. Осының бәрін алдын алып алу үшін адамдармен келісіп алыңыз, сосын міндетті түрде репетиция жасаңыз, дайындалыңыз. Өзіңіздің сол сахнада, сол фильмде қандай идеяны, қандай бір моральды көргіңіз келеді, қандай бір ойды айтқыңыз келеді, соны жете түсіндіріңіз актерларға. Сол кезде олар да тірі адам, олар да оқыған, олардың да ой санасы бар, олар өздері тарапынан қандай да бір ұсыныстар бере бастайды. Міндетті түрде командаңыз болу керек. Енді бұл командаңызда көп адам жинай алмайсыз ақшаңызға, сондықтан 3-4 адам, операторыңыз болған дұрыс. Мүмкін болса дыбыс режиссері бөлек болса тіпті жақсы болады. Өйткені адам көрермен визуалды, мына кадрдағы, видеодағы қателіктерді кешіреді, бірақ дыбыстағы қателіктерді кешірмейді. Сондықтан дыбыс жақсы болу керек міндетті түрде. Осындай бір 3-4 адамды алып алыңыз, сөйтіп сол адамдармен бірге жұмыс істеу үшін оларға мақсатыңызды түсіндіріңіз, оларға мотивация беріңіз, жандырыңыз, шаршап қалмау керек. Мысалы, сіздерде жоспар бойынша 3 күн түсірілім ба, олар 3 күн бойы таңертең сізбен келіп, аяғына шейін жұмыс істеп беру керек. Осыған сіз жету үшін мүдделісіз. Сондықтан оларды ұдайы алға қарай ынталандырып отырыңыз. Өзіңіздің идеяңыздың қандай күшті екенін айтыңыз. Егер осы фильм шыққаннан кейін біз оны фестивальға жібереміз, сөйтеміз де бізді қандай да бір үлкен кісілер байқайды, бізді жұмысқа шақырады, бізге ары қарай үлкен ақша береді, сериалдар түсіреміз, үлкен фильмдер түсіреміз. Міне осындай армандар сіздерді ұдайы алға жетелейді. Мүмкін болса, қолданылатын реквизиттарды, локацияларды тегін келісуге тырысыңыз. Өйткені ақша жоқ, ақша әзірге болайын деп тұрған жоқ. Негізі тегін келісіп үйренсеңіз, бұл болашақта сіздің адамдармен қарым-қатынас жасауыңызға да көп әсерін тигізеді. Көбінесе мына фильмді түсірген кезде адамдар ойлайды, фильмде ақша көп деп. Сіз керісінше айтыңыз, мен аз бюджетті түсіріп жатырмын, мен бұл жерде шығармашылық өзім дамуым үшін, маған бір болашақта жолым ашылу үшін, осындай бір фильмдерге, фильм әлеміне кіру үшін жасап жатырмын деп кейбір жалынасыз, түсіндіресіз, келісесіз. Қысқасы тегін алуға тырысыңыз көп нәрсені. Сол кезде сіз өзіңіз де маман ретінде шыңдаласыз. Жүгіріңіз, кейде шаршайсыз, кейде ренжисіз, неге мен адамдар түсінбейді деп осылай салыңыз суға кетіп қалуы мүмкін. Мойымаңыз, бастысы мақсатыңыз бар, осы қысқаметражды фильмді түсіруіңіз керек. Ақша аз, ақша жоқ, сондықтан істі соңына шейін жеткізуге барынша тырысыңыз. Кейбір затты арзан алу үшін сол заттың иесін, мысалы фильмге түсіріңіз, массовкаға, көпшілік сахнаға түсіріңіз, болмаса қандай да бір талантты болып жатса роль беріңіз, сөйтіп бартер жасаңыз. Немесе кейбір адамдар өзінің балаларын, туыстарын түсіргісі келеді, қолында бір дүниесі бар адамдар. Түсіре беріңіз, бұл аз бюджетті фильм ғой, эксперименталды фильм, сондықтан кейде сценарийді өзгертіп, қайтадан жазып шығыңыз, сол адамдарға байланыстырып, қатып қалған ештеңе жоқ. Сондықтан барлық компромиске барыңыз. Бастысы заттарды тегін алуыңыз керек. Мүмкін болса, сосын органдармен келісіп алыңыз, полицейлермен көшедегі осыларға хат жазуға болады алдын ала. Мен осындай адаммын, осындай бір фильм түсірейін деп едім. Мынандай жерде әкімдіктің қасында бір түсірілімдерім бар, я болмаса бір сауда орталығында бір стратегиялық сол жерде түсірілімдерім бар, соған рұқсат берсеңіздер деп сол сауда орталығының әкімшілігіне жазуға болады, болмаса әкімдікке жазуға болады. Қысқасы сіз міндетті түрде ресми хаттар жазып алыңыз, соған қол қойдырып алыңыз. Сол кезде ары қарай жұмыс істеуіңізге кішкене жеңіл болады. Әркім келіп мазаңызды алмайды, не түсіріп жатсың, не істеп жүрсің деп. егер келіп сұрайтын болса, хатты көрсетесіз, міне менде хат бар, мен фильм түсіріп жүрмін, режиссермін, осындай деп. Сіздің командаңыздағы адамдар сізге тегін жұмыс істеп беріп жатыр, немесе аз ақшаға түсіріп беріп жатыр. Сондықтан оларға қатты айқайламаңыз, ұрыспаңыз, кейде сіз түсінбей қалады, түсіндіріңіз. Бұл жерде жеке адамның өзінің басының бір шыдамдылығы керек. Адам шыдамды болу керек, төзімді болу керек. Бұл сіздің алғашқы фильміңіз болғандықтан, мысалы, бүгін екі сахна түсірдіңіз ба, міндетті түрде бүкіл пландарды қарап шығыңыз. Өйткені сіз әлбетте қандай да бір аспектіде қателіктер жіберуіңіз мүмкін. План дұрыс түсірілмеген болуы мүмкін, диафрагма дұрыс болмай қалуы мүмкін, камера кейде тіпті қосылмай, рек басылмай қалған болуы мүмкін. Осының бәрін сол түсірілім алаңында түсірген болса тексеріп отырыңыз. Дыбысты тексеріп отырыңыз. Сол кезде егер сіз қандай да бір қателік жіберген болсаңыз, дереу сол моментте қайтадан түсіріп алуға сізде мүмкіндік болады. Болашақта кинематографияда сіз көптеген проблемаларға жолығасыз. Бұлар басы болғандықтан қазірден бастап қай жерде, қандай жерде де қандай проблемалар болу керек екенін басыңыздан өткөріңіз, бұл заңдылық, бұған көніңіз. Міндетті түрде әуелгі сіздің идеяңыз бар еді, сол идеяңызға қайтап келіп отырыңыз. Қатты ауытқып кеткен жоқпын ба, әлде сәл былай қазақша айтқанда қуып кеткен жоқпын ба, осы нәрселердің бәрін біліп отырыңыз. Қалай түсіріп жатырмын, әуелгі мына жаңа сториборд бар, раскадровка, соған қарап отырыңыз. Сол бойынша жалпы жоспарды барынша орындауға тырысыңыз. Егер жоспар барысында, іс барысында қандай да бір тың идеялар келсе, одан да бас тартпаңыз, тартынбаңыз, істей беріңіз. Бұл сіздің эксперименталды фильміңіз. Сіз барынша өзіңізді бір король сезінуіңіз керек қой, жаңа сонда бір гений сезініп рахаттанып түсіруіңіз керек. Сіз басқа біреуге звондап тұрсыз, мен білмеймін ондай нәрсені. Басқа номерге звондаңыз, сіз шатасып тұрсыз. Түсірілім жасағаннан кейін енді монтажға келдіңіз ғой, монтажға келген кезде
негізі бір сөз бар, фильм монтажда жасалады деген. Бағанаға түсірген дүниелеріңіз өз алдына, енді монтажда нағыз қызық басталады. Кейбір түсірген нәрсеңіз өзіңізге күлкілі болып көрінеді, өте бір нашар болып көрінеді, мойымаңыз, бұл сіздің алғашқы фильміңіз. Сондықтан не түсірсеңіз де монтаждауға тырысыңыз. Монтаж бағдарламасын үйреніп алыңыз. Adobe Premiere ең оңай деп есептеймін өз басым. DaVinci бар, Final Cut бар, осы көп монтаждың түрлері. Google-ға теретін болсаңыз, соларды міндетті түрде үйреніп алыңыз. Өзіңіз монтаждаңыз. Сол кезде жалпы өзіңіздің айтқыңыз келген бастапқыдағы ойыңыз бар ғой, соны нақты беруге өзіңіздің монтаж жасауыңыз себеп болады. Монтаж барысында авторлық құқықтарды сақтаңыз, бейберекет музыкаларды алып сала бермеңіз. Өйткені сіз кейін YouTube-қа салған кезде міндетті түрде жаңағы авторлық құқық бойынша сізге қандай да бір шағымдар түсуі мүмкін. Бұл болашақта сіздің YouTube арнаңызда монетизация жасауға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан монтаж барысында музыкаларды уникальный жасауға болады. Ол үшін түрлі сайттар бар, авторлық жаңағы шағымдар бермейтін музыкалардың тізімдері бар. Болмаса YouTube-тың өзінің фонотекасы бар, соны қолданыңыз. Егер тіпті қолыңыз жетіп жатса, таныс бір жігіттерден композиторлар болады ғой, аранжировка жасайтын достар, таныстар, соларға оригиналды, уникалды музыка жазып алсаңыз тіпті керемет болады. Сонда сіздің фильміңізде өзгеше бір шарм пайда болады. Фильмді монтаждап болғаннан кейін, өңдегеннен кейін оның бояуы бар, дыбысы бар, бұның бәрі бөлек жұмыс қой, ұзақ жұмыс. Осының бәрін істейсіз, содан кейін барып енді достарға көрсетесіз ғой. Сол кезде міндетті түрде кейбіреулерге ұнайды, кейбіреулерге ұнамайды. Сіз бұлардың ешқайсысын қаперіңізге алмаңыз, себебі бұл сіздің алғашқы фильміңіз, эксперименталды фильміңіз. Сондықтан бұл жерде қандай да бір қателіктердің кетуі заңдылық. Бұл бір емес, алдағы бірнеше фильмдеріңізде сіз қателіктер жасайсыз. Өйткені сізге дейін қаншалаған гениалды режиссерлардың өздері кейін түсірген фильмдерін ұнатпай жатады. Мен мынандай қателік жіберіппін, мынандай болып шіркін-ай, мына жерде былай түсірсем жақсы болар еді деген осындай ойлар болады. Бұл сіздің алға қарай жетілуіңізге кедергі болмау керек. Яғни сіздің жұмыстан кейін қандай да бір фильм түсіріп болдыңыз, қателік жіберуіңіз заңдылық. Бастысы сіз не істедіңіз? Сіз фильм түсірдіңіз, белгілі бір видео, визуалды өнім тудырдыңыз. Бұл сіздің режиссер ретінде бастаған жолыңыздың, тәуекеліңіздің басы. Бұған қуану керек. Фильмді YouTube-қа салыңыз. YouTube-қа салғаннан кейін міндетті түрде көптеген әлеуметтік желілер арқылы тарату керек. Мүмкін болса комментарийлер, фидбактар көп болғаны жақсы. Осыған көбінесе өзіңіз провокация жасаңыз, пиарлар жасаңыз, фильмдеріңізді бір таныстарыңызға, атақты бір адамдардың инстаграмдарына салдырыңыз сілтемесін, болмаса үзіктерін инстаграмның жаңағы стористарына салып сілтемесін қойыңыз. Сөйтіп өзіңіздің фильміңізге аудитория жинаңыз. Болашақта бұл аудитория сіздікі ғана болады, сіздің YouTube арнаңызға жазылады. Сөйтіп сізге адал, сіздің нағыз көрермендеріңізге айнала береді осылай. Енді негізгі сұрақ, фильмді қандай камераға түсіруге болады дейді ғой. Сол кезде сізге Arri-дің немесе Red One-ның, Blackmagic-тің қажеті жоқ. Әркімнің қолында осындай телефон бар, смартфон. Смартфонның камералары қазір жақсы түсіреді. Смартфонды қолдансаңыз болады. Болмаса арзан бір камералар бар ғой, зеркалка камералар, Canon'дар, тағы басқа Sony-лар, осыларды пайдалана беруге болады. Бұлардың әрқайсысы да қазір кинематографияға жақын цифрлық кәдімгі видео, визуал өнім бере алады. Сондықтан қолыңызда не бар, сонымен түсіріңіз. Бастысы есіңізде болсын, идея жақсы болатын болса, сіз оны тіпті хэндикамға түсірсеңіз де, мылыға түсірсеңіз де, ол көрермендердің жүрегінен орын алады. Өйткені идея бұл басты нәрсе. Қалған оны қалай түсіруіңіз, ол кейін техникалық мәселелер, ол уақыт өте, сіз атақты режиссер болған кезде қымбат камераларға түсіре бересіз. Бастысы сіз қазір кинематографистік жолға түстіңіз, жақсы фильм жасауға тырысыңыз. Сәттілік.